Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде біздің ұлдарымыз асық ату ойынын ойнап жатыр. Біздің асық ату ойынымыз ұлдардың ойындары, мысалы, мына шеңбердің ішінде, шеңбер 2 метрден 2 метрден 4 метр, екі жағы сол шеңбердің ішіндегі 13 тізілген кеней деп аталады. 13 асығымызды ұлдар дәл мергендікпен тигізіп, шеңберден шығарулары керек. Бұл жерде екі команда ойнап жатыр. Міне қызылда қызыл киімдегілер және қара киімдегі ұлдар. Қай команда көп асық шығарады, 7 асық шығарып қалса, сол команда жеңіске жетеді. Өйткені 13 асықтың 7-еуі, қалғаны 6-ау болады. Сондықтан қай команда 7 асық шығарады, сол команда жеңіске жетеді. Бұл ойынға да 15 минут уақыт бөлінеді. 15 минуттың ішінде ұлдарымыз 15 минут уақыт біткен кезде қай команданың асығы көп, сол команда жеңіске жетеді. Бұл жерде шеңбердің дәл ортасында сызық сызылған, сол жерге тігілген, екі жағында 10 сантиметрден тағы да белгі белгіленген. Сол белгінің сыртынан тиіп, сақамыз тисе, ол асық саналмайды. Ол сырғытып атылған деп есептелінеді. Сондықтан дәл мергендікпен дәл дүп тигізуіміз керек.